Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев полиция азаматтарға мейлінше қорған болуды тапсырды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауына сәйкес полицияның қызметін түбегейлі өзгерту, полиция қызметінің сервистік модельге көшуі басым бағыттардың бірі болды. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтың тапсырмасына сай, жұртқа жақын полиция қағидатын жүзеге асыруды басты орынға қойдық. Құрметті полиция қызметкерлері, ардагерлер, сіздерді Қазақстан полициясы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өз қызметтік міндетін атқаруға адалдық танытып, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ететін, халық арасында сақтық жұмысымызды жүргізетін де полицейлер, азаматтардың тыныштығын, заңдылық пен құқық тәртібін қорғайтын білікті мамандарымыздың қатары көбейе берсін. Еліміздің қорғандары, полиция қызметкерлерінің еңбектеріне табыс, қызметтеріне сәттілік пен абырой тілеймін. Қазақстан Республикасының өркендеу жолында сіздер қосып жатқан үлестер өте көп. Сондықтан сіздерге бар жақсылықты, табысты қызмет ете берулеріңізге тілектеспін. Халқымыздың амандығын сақтау мен отанымыздың өркендеуіне қосып жатқан үлестеріңіз аз емес. Еңбектеріңіз әрқашан жемісті де табысты болсын.